Ертеде ауылда ата мен әже өмір сүріпті. Бір кезде ата далада жұмыс істеп, шаршап қалып, әжесінің қасына келіп айтады: "Маған бауырсақ бүгін пісіріп берші" деп айтады. Әжесі айтады: "Неден пісіремін? Бауырсақтан пісіретін дымда ұн да жоқ қой. Бар ұныңды жинап пісіріп берсеңші" деп айтады. "Жарайды" дейді әжесі үйіне кіріп, бір ұйған ұнның барын жинап, әдемі бір бауырсақ пісіруге қамыр илеп қояды. Сөйтіп қамыры көтерілсін деп, оны терезенің көзіне қойып қояды. Күн жылынып, қамыр болса, үлкен болып дөңгелек бауырсаққа айналып кетеді. Сөйтіп, терезе ашық тұрмай ма балалар? Терезеден тап етіп түсіп, жаңағы бауырсақ орманға кете береді. Бір кезде сол бауырсақтың өлеңін естісеңдер ғой, айтып берейін ба? Мен бауырсақ, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, бәрінен де қашамын деп әндетіп өзінше орманға бара жатыр екен. Бір кезде кішкентай сыр қоян алдынан тап етіп шыға келеді. Сол кезде сыр қоян айтады: "Бауырсақ, мен сені жеймін." Сол кезде бауырсақтың қояннан шошып кеткені жүрегі дір етіп: "Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін" деп қоянға күлімсіреп қарап қояды. Мен бауырсақ, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, сенен де қашам деп күліп, сыр қояннан тез қашып кетеді ары қарай. Сөйтіп әндетіп ары қарай өлең айтып келе жатады. Мен бауырсақ, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, сыр қояннан қаштым, мен күшті бауырсақ деп әндетіп бара жатса, алдынан балық ұстаған үлкен азу тісі бар қоян емес балалар. Кім деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қасқыр шығады. Жаңағы бауырсақтың көрсеңдер ғой, қалай шошып кеткенін. Сыр қоянның қайтейін? Мынау қасқыр сондай үлкен. Жүрегім ай, қорқып кеттім ғой деп жаны шығады. Сол кезде қасқыр айтады: "Мен сені жеп қоямын, бауырсақ" деп айтқан кезде балалар бауырсақты көрсеңдер қорқып: "Жемеші мені қасқыр, мен саған өлең айтып берейінші" деп айтады. Сол кезде бауырсақ қасқырға өлең айтып береді. Мен бауырсақ, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, сыр қояннан қаштым, қасқыр сенен де қашам деп күліп, көңіл күйі көтеріліп, жаңағы азу тісті қасқырдан бауырсақ қашып кетеді. Сөйтіп, әндетіп, алдынан қалай ойлайсыңдар? Қоңыр апанда өмір сүретін кім деп ойлайсыңдар балалар? Иә, балалар, дұрыс айттыңдар. Ол қоңыр аю екен. Аю жаңағы бауырсақты көріп айтады: "Мен сені жеймін, бауырсақ" дейді. Сол кезде бауырсақ қорқып: "Жемеші мені аю, мен саған өлең айтып берсем, сен мені жібересің ба?" Сол кезде аю: "Жарайды, көрейік онда, кәнеки, әндетіп бер бізге" дейді. Мен бауырсақ, атадан қаштым, әжеден де қаштым, сыр қояннан қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен де қашам деп күлімсіреп, ары қарай домалап
бауырсақ кете береді. Көп жыл әндетіп бара жатырады. Өзінше ойлайтын шығар, мә қандай керемет, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, енді өмірім керемет болды ау деп бауырсақ кетіп бара жатады. Сөйтіп алдынан балалар бүйтіп келе жатқан қызғылт сары бір жануар келе жатты. Қалай ойлайсыңдар, қандай жануар ол балалар? Қандай қу жануарды білесіңдер? Ойланып көріңдерші балалар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол біздің қу айлакер түлкі. Иә балалар, сол кезде түлкі айтады: Сәлем бауырсақ, мен сені жеймін деп күліп қояды бауырсаққа. Бауырсақ: жемеші мені түлкі, мен саған өлең айтып берейінші. Көрейік онда, тыңдап сенің өлеңіңді деп айтады. Сол кезде түлкіге бауырсақ өлең айтады: мен бауырсақ, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, сырғояннан қаштым, қасқырдан да қаштым, қоңыр аюдан да қаштым, сенен де қашып кетемін түлкі деп айтқан кезде түлкі айтады: тоқта бауырсақ, мен дымда естімей қалдым, дауысын әбден бәсен екен, сен одан да менің мұрныма мініп ал да қайтадан айтып берші жаңағы әніңді деп айтады оған түлкі. Сол кезде бауырсақ түлкіні мұрнына мініп алған кезде, әнде тең деп атқан кезде, мен атады ап деп түлкі жеп қояды. Деп тілдерін жалап қояды түлкі. Менен қашуға болмайды деп қу түлкі ары қарай жүгіріп кетіп қалады. Балалар, қалай, сендерге ертегі ұнады ма? Егерде ертегі ұнаса, мынандай лайк басып, подписка бөліміне басылыңдар. Және де келесіде қандай ертегі естігілерің келеді, соны астына комментарийға жазып қойыңдар. Мен сендерге оны да айтып беремін. Ал балалар, бәріне үлкен рахмет. Сау болыңдар. Кел. Қан сау бол дейік. Кел. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Сау болыңдар балалар.